Баршаңызға сәлем, каналыма қош келдіңіздер. Бүгін сіздерге мандариннің шығу тарихы, пайдасы, емдік қасиеттері туралы толық мәлімет беріп өтем. Мандарин цитрустар тұқымдасына жататын мәңгі жасыл аласа ағаш. Отаны Қытай, атауы да Қытайлардан келген. Ерте замандарда Қытайдағы бай, ауқатты адамдарға мандарин деген лауазым берілген. Жеміс Қытай империясының мандариндер деп аталған мемлекеттік шенеуніктердің арқасында атағын алған. Сонымен қатар олар қою қызғылт сары мантия киіп жүретін болған. Оған қоса цитрус ағашының шағын жемістері салтанаттылықтың заты ретінде қабылданған. Сондықтан оны жоғары қызметтегі кісілер ғана ала алатын болған. Жаңа жылға мандарин сыйлау дәстүрі өз бастамасын Қытайдан алады. Қытай жаңа жылын тойлау кезінде мандарин молшылықтың және сәттіліктің белгісі болған. Сондықтан оны жиі достарына, туыстарына және іскерлік серіктестеріне сыйлайды. Содан соң бұл дәстүрді ақш, Канада және Ресейде қолданып кетті. Әлем бойынша мандаринді ең көп шығаратын да, қолданатын да Қытай болып танылады. Жылына Қытайда 12 миллион тонна цитрус алынады. Бұл тізімде Қытайдан соң Испания, Түркия, Бразилия және Египет орын алады. Мандариннің емдік қасиеттері туралы толық мәлімет беріп өтейін. Мандариндегі жауып тұрған ақ торды ешқашан шешпеңіз. Онда жүрек тамыр жүйесінің жұмысына пайдалы әсер ететін глюкозиттер бар. Шөлді тамаша қандырады. Депрессияға бейім адамдар үшін өте пайдалы. Қызғылт сары түсті және жағымды хош иіс көңілді көтереді. Мандарин жоғары дене температурасын төмендетуге көмектеседі. Қан тамырларының қабырғаларына холестеринді тұндыруды болдырмайды. С дәрумені суық тию вирусына қарсы тұруға көмектеседі. Жеміс мөлшері қартаю процесін және әжімдердің пайда болуын баяулатады. Сонымен қатар астма мен бронхиттің бірден-бір емі. Таңертең бір стакан мандарин шырынын ішетін болсаңыз, өкпеңізді жақсы тазалайды. Шөлді жақсы қандырады. Мандарин қабығынан тәбет ашу, ас қорыту үшін дәрілер салынады. Пайдалы витаминдерге өте бай. Антимикробтық қасиеттері де бар. Мандарин шырыны тері және тырнақтағы жараларды жақсы емдейді. Кешкі астан кейін 1-2 дана мандарин жейтін болсаңыз, ұйқысыздық ауруының алдын алуға көмектеседі. Иммунитетті күшейтеді. Қан айналым жүйесін жақсартады. Мандаринді жеміс күйінде және тосап күйінде жеуге болады. Қабықтарынан эфир майы жасалынады. Қабықтарын үккіштен өткізіп, кекс, торт секілді тәтті тағамдарға қосылып пісіріп жейтін болсаңыз, жүрек қан тамырлары ауруларының алдын алып пайдалы болады. Диетологтар мүмкіндігінше мандариндерді көбірек жеуге кеңес береді. Себебі олардың құрамында кератин, аскорбин қышқылы, С дәрумені, кальций, магний, темір, мыс, калий, фосфор секілді микроэлементтер бар. Мандариндер иммунитетті нығайтып көтерумен қатар онкологиядан қорғайды. Бауырдың қателігісін емдеуге ең тиімді әдіс. Және мандарин көру қабілетін жақсартады. Мандарин құрамдағы А дәрумені көз жанарын жақсы қорғайды. Семіздіктің алдын алады, жүйке жүйесін тыныштандырады. Кішкентай қызғылт сары жеміс С дәруменінің керемет көзі. Оның бір түйірін жеп, сіз өзіңізді тәуліктік норманың 80%-мен қамтамасыз ете аласыз. Алайда мандариннің күшті аллерген екенін ұмытпаңыз. Сондықтан дәрігерлер сау ересек адамдарға күніне 5-7 мандарин жеуге, ал балаларға 2-3 мандарин жеуді ұсынады. Олар жүкті және бала емізетін әйелдерге тіптен жемей тұру керектігін айтады. Егер сіздерге мандарин туралы ақпаратым ұнаса, лайк басып, комментарий қалдырып, каналыма жазылуды ұмытпаңыз.